Сәлем, құрметті көрермен, менің арнама қош келдіңіз. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қоюды ұмытпаңыз. Бүгін сізбен осындай люля-кебаб дайындаймыз. Бұның ерекшелігі ешқандай духовкасыз, сковородкада, яғни газдың үстінде өте жылдам дайындалады. Ауыз ашарға міндетті түрде жасап көріңіз. Бұл ерекше тағам болып шығады. Дәмі, иісі енді өте керемет болып шығады, сочный болып. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіз. Алдымен фаршыңызға дәмдеуіштеріңізді, бұрышыңызды және планировочный сухаридан аздап қосып, жақсылап соғып, шпажкаға жинайтын боламыз. Өте мұқият, қатты қысу арқылы жақсы етіп орналастырып шығыңыз. Сол кезде шашырамайтын болады және фаршта ешқандай басқа қоспа болмағаны жақсы, сол кезде шпажкаға жақсы орналасатын болады. Артық влажность болмағаны да жақсы. Енді өте қатты қызып тұрған майда 10-20 секундтай ұстап қуырып алатын боламыз. Өзіңіз бақылап тұрыңыз. Қызғылт түске боялған кезде жаймен аударып барлық жағын қуырып алатын боламыз. Және осы таваға салар кезде де шпажкадағы етіңізді тағы бір қатты қолыңызбен қысып қарап жіберіңіз. Шашырамас үшін сол кезде жақсы пісіп шығатын болады. Барлық шпажкадағы етімізді осылай қуырып дайындап алатын боламыз. Күнделікті етті турап, қуырып, оған гарнир салып дайындап жүрген астан көріп, бұл өте ерекше, өте дәмді болып шығады. Специялар қосқаннан кейін, қуырылған ет болғаннан кейін иісі аңқып өте керемет тәбет ашатын болады. Әсіресе ауыз ашарға дайындасаңыз өте сіңімді, ерекше, тойымды ас болады. Сондықтан міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіз. Енді дәл осы майда қалған көкөністерімізді де қызғылт түске бояп қуырып алатын боламыз. Мен ең алдымен үлкендеп туралған картопты қуырып алдым. Ештеңе қоспай-ақ, құрғатпай-ақ осы қатты қайнап тұрған майда жабыспай өзі қызарып шығатын болады. Анда-санда қарап аударып тұрсаңыз болғаны тез дайын болады. Картошкаларымызды осылай қуырып алғаннан кейін оларды барлығы сиятындай қазанға салып алыңыз. Одан кейін дәл осы майда қалған көкөністерді де қызғылт түске бояп қуырып алыңыз. Менде ол сәбіз және тәтті бұрыш, яғни болгар бұрышы болды. Кішкене ғана ұстасаңыз болғаны дайын болады. Енді бұны да жақсылап сүзіп, жаңағы қуырылған картоптың үстінен салатын боламыз. Видеода көрініп тұрғандай кішкене уақыт ұстайсыз. Қызыл бұрыш кішкене жұмсарып бастағаны көзге көрінеді. Сол кезде оттан ала берсеңіз болады. Міне картошкалардың үстінен жақсылап тұрып орналастырып аламыз. Енді оның үстінен банағы шпажкадегі еттерімізді, люля-кебабтарымызды салатын боламыз. Жақсылап тұрып орналастырып аламыз. Таяқшасы сиятындай етіп, мен таяқшаларды кішкене сындырдым ыдысқа сыю үшін түпкі жақтарын. Егер сізде де симай жатса, солай сындырып алсаңыз болады. Барлығын жақсылап орналастырып аламыз. Ешқандай көтеріліп тұрмайтындай етіп, бір-бірінің үстінен тұратындай етіп орналастырып шығыңыз. Енді үстінен қайнап тұрған судан құйыңыз. Кішкене ғана картоп батса болғаны, бетіне дейін құюдың қажеті жоқ. Суды қойғаннан кейін өте баяу отта, кішкене қайнап атқаны білініп тұратындай баяу отта 30 минут ұстаңыз. Мен картопты тұздамағаннан кейін картошкаларға кішкене ғана тұз қостым. Сізде дәмдеуіш тұз қоссаңыз болады дәміне қарай. Енді қақпағын жауып 25-30 минутта өте керемет болып дайын болатын болады. Міне қараңыз, тәбет ашатын өте керемет болып шығады. Люля-кебабтар сочный болып, керемет болып шығатын болады. Көкөністермен де ерекше дәм беріп тұрады. Міне қып-қызыл түске боялған өте әдемі ас дайын болды. Видео ұнаса, пікір қалдырып, лүпіл қалдыра кеттіңіз. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша.